Сәлем достар, сіздермен бірге Sweet Shop каналы. Сіздермен бүгін мен сухарик жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші кәдімгі желінбей қалған нан керек болады. Оның барлығын турап аламыз. Оның барлығын бірінші турап алу керек. Және де оны кәдімгі арнайы мынандай пакетке салатын боламыз. Барлығын түріп болады. Бұны істесеңіздер өте күшті, және де бұны сорпаға салып ішуге де болады. Маған өте қатты ұнайды, өйткені бұны балалар тез жеп қояды. Өйткені бұл асқазанға жеңіл. Кішкене қараңғы болып кетіп жатса кешіріңіздер. Өйткені мен орындықтың үстінде кәдімгі сіздерге сөйлеп түсіріп тұрмын. Барлығын салу керек пакетке. Мен жылжыған сайын мынау сотка қараңғы болып түсіріп жатыр. Сондықтан кешірім сұраймын. Нандардың барлығын алып алайық енді. Пышақты ұстар кезінде абай болыңыздар. Әйтпесе қолдарыңызды жарақаттап немесе кесіп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан абай болып жұмыс істеңіздер. Обязательно кішкентай балаларға айтарым. Или үлкендерді шақырып, сол кісілерге істетіңіздер. Өздеріңіз істегілеріңіз келіп жатса, онда ата-аналарыңызды, жақындарыңызды шақырып, сол кісілермен көңіл көтеріп істеп көріңіздер. Өте дәмді және де сорпаға өте қолайлы, жеңіл тағам. Және бұл құтырлақ болады. Мен барлығын турап біттім. Енді оған біз көптеген приправалар қосып аламыз. Яғни мен дәмдеушілерге магия қосатын боламын. Біздің үйде көп дәмдеушілер бітіп қалғандықтан мен осы магияды қолданатын боламын. Және де бізге бір кішкене қасық, яғни кішкентай қасық, және кішкентай қасықтың жарты несін, яғни соль тұзды қосатын боламын. Олай болса, қосайық. Ең бірінші біздің пакетіміз толып қалды. Сондықтан осыған қазір өлшеп қосатын боламыз. Экраным дұрыс болмай тұр. Қосатын боламыз. Ең бірінші міне осыны өлшеп қосатын боламыз. Бұны негізі тамаққа қосады, но бізде дәмдеушілер саусылып қалғандықтан ол да дәм береді. Және де сол пакетті кәдімгідей араластыратын боламыз. Яғни, егер сіздерге көп болған жағдайда, онда сіздер екі пакетке бөліп араластырыңыздар. Өйткені бір пакетте болған кезде ол дұрыс араласпай, біреуі ашты, біреуі дәмі жоқ болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен екінші пакетке дұрыстап салатын боламын. Әйтпесе маған ол қатты ауыр болып жатыр. Міне мынаны мына пакетке және де мына пакетке салып жатырмын.
Әйтпесе біреу ашты, біреу дұрыс болып қалуы мүмкін. Яғни ашты, біреу ашты емес, дәмсіз емес. Енді ұштап араластыратын боламын. Екеуіне де бірдей қосамын. Дәмдеушілер. Міне. Тұзбен мынаны араластырайын деп тұрмын. Мөлшермен өлшеп. Тағы да біреу кішкене салып жіберейін. Тағы да кішкене магий, яғни бульон ғой. Қосамыз. Көп кеткен сияқты. Ол дегенде араластыратын боламыз. Дұрыстап араластырамыз. Обязательно дұрыстап араластыру керек. Әйтпесе дәмі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Және де дәмдеушілерді мөлшермен қосыңыздар. Мен барлығын дайындап алдым. Енді оны пештің табақтарына салатын боламыз. Мінекей мен бұның барлығын былай салып алдым. Енді оны 250 градуста пеште ұстаймыз. Мінекей осындай сухариктер, әдемі сухариктер шықты. Және де олар өте қытырлақ. Жан-жаққа шашырап сөйтіп тұр. Жеген кезде вообще күшті болады. Өте дәмді, жасап көрулеріңізге болады осындай сухарик. Және де бұны, яғни кетчуп пен майонез араластырып, осыған жағып жесеңіздер болады. Және өте дәмді, күшті болып, хрустящий болып шығады. Маған өте қатты ұнады, сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Егер менің рецептерім ұнаса, онда лайк басып, комментария жазып, ұнады деп жазып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.